Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге осындай әдемі пончиктердің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап шығыңыздар. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырамыз. Яғни мен құрамдарының барлығын описание бөліміне жазып қалдырып кетемін. Енді осының үстіне қалған құрамдарын салып шығамыз. Сүтімізді құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болуы қажет. Қантымызды саламыз. Сұйық майымызды қосамыз. Аштығымызды саламыз, яғни дрож. Және тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді осыған анамызды міндетті түрде електен өткізесіздер. Мен електен өткізіп алдым. Яғни 2-ге немесе 3-ге бөліп салып аласыздар. Мен 2-ге бөліп араластырдым. Жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болмауы қажет. Орташа температурада болғаны жақсы. Енді осыны мен салапанға салып, бетін жауып, 2-3 сағатқа қойып қойдым жылы жерге. 2-3 сағаттан кейін бір қайтарып, қайтадан жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Мына жерде видеоға түспей қалыпты. Мен бір қайтара илеп, қайтадан жарты сағатқа қойып қойдым. 40 минут тұрды. 40 минут өткеннен кейін біздің қамырымыз тағы да осылай көтерілді. Яғни бағана қаттылау отырған қамырымыз уже жұмсарып, жұмсақ болып шықты. Енді осыны бөлмей, үлкен күлшені жайып шығамыз. Өте қалың немесе өте жұқа қылып жаймаңыздар. Орташа қалыңдықта болғаны жақсы. Міне қалыңдығы осындай болуы қажет. Енді осыны мен арнайы осы пончиктің осындай құрылғысы бар менде. Осыны осымен пончиктердің формасын кесіп шықтым. Ортасы өзі алынып тұрады. Жаймен қолын көмірмен алып тастаймыз. Міне қыздар осындай болып шығады. Осыны енді таза майлыққа осылай арасын ашық қылып қойып шығамыз. Енді осыны бір жарты сағатқа бетін жауып көтерілдіріп қоямыз. Жарты сағат өтті. Мен енді майымды астынан қосып қойдым. Көрдіңіздер ме қыздар, қандай жақсы бұл көтерілді. Енді осыны қатты қызған емес, орташа қызған майда астын жай отта пісіріп аламыз. Менде осындай сушидің 2 таяқшасы бар. Сонымен ыстаған ыңғайлы. 2 жағын осылай қуырып аламыз. Майымыз көп болуы қажет. Біздің пончиктеріміз майға батып тұруы тиіс. Міне, әдемі көтерілді. Іші шикі болмайды, қорықпаңыздар. Міне менің пончиктерім барлығын осылай майға пісіріп алдым. Енді шоколадқа батырып шығамыз. Менде осындай розовый және қара шоколад. Алдымен пончиктарымды розовый шоколадқа батырып, бетіне себетін посыпкаларымды сеуіп,
безендіріп шықтым. Өздеріңіз қалаған посыпкамен безендірсеңіздер болады. Бусимен немесе шоколадпен безендірсеңіздер болады. Қалған шоколадты мен осындай арнайы осындай кондитерлік мешокқа құйып, осылай бетіне сеуіп шықтым. Міне біздің пончигіміз дайын. Енді қара шоколадты пончикті дайындаймыз. Оны да микротолқынды пеште ерітіп алып, пончиктерді осы шоколадқа батырып шықтық. Енді оған басқа посыпка септім үстіне. Жаңағыдай қалған шоколадты мешокқа салып, үстінен осылай сеуіп шығамыз. Өте дәмді, балалары өте жақсы көреді. Балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Балаларын сүйіп жейтін тағамы десек те артық айтпаймыз. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздермен болған Кәмшат. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне пікірлеріңізді қалдырып беріңіздер. Келесі видеомда кездескенше сау болыңыздар.